Армысыздар ардақты ағайын. Кәсіподақ ұстаздар қауымын тұрақты қолдайды. Атырау облысы білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы өскелең ұрпақ тәрбиесінде еселі еңбек етіп жүрген ұстаздарымызға кәсіподақ тарапынан қолдау, қорғау бағытында белсенді жұмыстар атқарып келеді. Бүгінгі ой түйін хабарының қонағы Атырау облысы білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қылышбай Сүндетұлы. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Мұғалімдердің мәртебесі мен құқығын қорғауда атқарылған жұмыстарды айтып берсеңіз, көбінесе мұғалімдер қандай мәселелермен жүгінеді? Рахмет, Қайрат Нағанұлы. Сұрағыңызға. Құрметті әлеуметтік желінің қолданушылар, құрметті әріптестер, бүгінгі таңда кәсіподағының басты міндеті бұл қарапайым еңбек адамының заңды құқығы мен мүдделерін қорғау, әрі оны тұрақты сақтау болып табылады. Және оларды әлеуметтік жағынан қорғауға баса назар аударуға тиістіміз. Бұл бағытта енді жасалып жатқан жұмыстарымыз баршылық. Дегенмен де мен қысқаша айтып өтейін. Жалпы кәсіподақ қорғаушы, заңдылықты қолдаушы дейтін сөз бар ғой. Мұғалімдердің, педагогтардың көбінесе қоятын бізге талаптардың басым көпшілігі басқа аймақтарда шешіліп жатқан сияқты. Бізде бір мәселе шешілмей келе жатқан бұл мұғалімдердің қосымша сағат жүктемесіне, каникул кезіндегі сағаттарына, сондай-ақ еңбек демалысына шыққан кезде сауықтыруға байланысты жалақылар дұрыс төленбейді. Мысалға бір фактілерді атап өтейін. Биылғы жылдың сәуір айында осы біздің облыстың Индер ауданындағы Сәкен Сейфуллин атындағы мектептің бір Кенжеғалиева дейтін мұғалім бізге арызданған болатын. Оның талабы мектеп әкімшіліктің 2019-2020 жылдың аралығында 2020-2021 жылғы оқу жылдарындағы жалақысын есептеу кезіндегі қосымша сағат жүктемесіне, каникул кезіндегі қаражатын төлемегеніне, еңбек демалысы шыққандағы кейбір сағат қаражаттарының дұрыс төленбегеніне өтініш білдірген болатын тексеру жөнінде. Бұл жөнінде біздің облыстық жөнінің заңгері Юлия Айбосинова жұмыс жасап, өзімді аяқтай барған болатынмын. Барлық фактілерді анықтап, мәселені сотқа жеткізбей, соттың алдындағы медиация арқылы мұғалімнің, педагогтың өтініші шешілді. Сөйтіп, тиісті мұғалімге тиісті 162.034 теңге қаражаты төленді, өндіріп берілді. Енді осы жерде мұғалімдердің бір әдеп мұнаға педагогикалық олардың құқықтарын сақтау жөнінде көп бір мәселелер, фактілер бар. Оны жасыруға болмайды. Мысалға, біздер акционерлік қоғам өрлеу педагогикалық мұғалімдердің білімін жетілдіру институтында осы сәуір айында мұғалімдердің арасында үлкен бір мәселе жанжал болды. 16 қызметкер осы мекемеден жұмыстан себепсіз кетті. Себебі жаңадан келген басшы, келген қазында қызметкерлердің әртүрлі талаптар қойып, қуғынға түсіріп, мұғалімде осы өрлеу біліктілігін арттыру институтындағы қызметкерлердің, педагогтардың басқа қызметке еріксіз кетуіне жол ашты. Біз осыны тіпті сорақылығы сондай, Қайрат Нағанұлы. Мұғалімдер наурыз сәуір айында келген мұғалімдерге техникалық қызметкер еден жуушының жоқ болуына байланысты пол жуғызып қойған. Кезектестіріп. Ал бұл дейтін барып тұрған өте қиын жағдай ғой, мысалға біздің жанымызға қатты батты. Мен бір жағынан өзім журналистімін ғой. Ұстаздық еңбек дейтін газет шығарамыз, мынадай 6 жылдан бері республикаға тарай. Осы газетте өрлеуден шыққан өрт дейтін сын мақала жаздым бірінші бетке. Осы газетті Астанадағы басшыларына жібердік. Білім және ғылым министрлігінің жауапты тұлғаларына бердік. Сөйтіп олардан келген қызметке басшыларының мен арадағы кездесуден кейін ол басшы жұмыстан кетіп, басқа адам тағайындалды. Өкініштісі сол, манағы жұмыстан шығып кеткен қызметкерлеріміз әділдік орнағанмен басқа жұмыстан шығып кеткен қызметкерлеріміз басқа жұмысқа ауысып кетті де бұл институтқа келмеді. Осы жағы кішкене ыңғайсыздау болды. Сол сияқты мамыр айының ішінде бізге Исатай ауданындағы жалпы білім беретін Өркен орта мектебінің кәсіподақ ұйымының төрайымы Қырмызы Сыдықова хабарласқан болатын. Бұнда бірнеше қызметкерлердің декреттік қаражаттарын дұрыс төленбегендігі, олардың жинақтаушы зейнетақы, әлеуметтік төлем қорларына есепшілердің ақшаны дұрыс аудармайтығы жөнінде өтініш білдік. Біз осыны тексеруді облыс аудандық прокуратурадан көмек сұрағанбыз. Олар облыстық еңбек инспекциясымен және аудандық
мемлекеттік кірістер басқармасы арқылы тиісті қаражаттарын алып беруге көмектесті. Және мектептің әкімшілігіне осындай кемшіліктер жіберген үшін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 91 бабының 7 бөлігінің 12 әкімшілік іс қозғап, мектеп әкімшілігіне 145.402 теңге айыппұлды төледі. Еңбекті қорғау, адамды қорғау, қолдау деген сияқты бізге осы аудандық прокуратура қызметкерлеріне шын алғысымызды білдіргіміз келеді. Тағы да бір мәселе, енді бұл жағында бір айтпасқа болмайды. Кезінде республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында, теледидарларда, Астана ақшамында сол сияқты хабар жаңалықтарында көрсетілді. Бұл өткен жылдың 24 мамыры күні облыстық ішкі кірістер басқармасында Еңдер, Жылой, Махамбет аудандарының мектеп директорлері келіп, үлкен наразылық білдірді. Оларға себепсіз 100 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салған. Бұл себепсіз салғандығы себебі манағы бір көзден сатып алу жөніндегі мектептің балабақшаның қызметтерін интернетке орналастыру мәселесі. Сол манағы ашық порталға жасалғанда кемшіліктер кеткен. Бұған мектеп басшыларының, білім беру ұжымдарының ешқандай да кінәсі жоқ. Соны дәлелдеп бердік сол жиналыста. Біз олардың барлығын жинап облыстық кәсіподақтар үйіне алып келдік. Осы жерде барлық мектеп директорлері мен облыстық білім беру басшылары, манағы ішкі аудиттің басшылары кездесіп, барлығымыз бір жақты шешімге келдік. Мектеп директорлеріне салынған 54 миллион айыппұлды сол кезде шегеріліп, тоқтатылып, айыппұл төлемеу жөнінде оларға сөгіс берумен шектелді. Екі бұқаралық ақпарат құралы хабарменен манағы Астана жаңалықтар ретінде теледидарда көрсетті. Енді бұл мәселе кішкене сол кезде қиындау болды біз үшін. Бірақ енді сол сияқты сол күні облыс әкімінің бірінші орынбасары бізді қабылдап, мектеп директорлерінің бір ұсынысына шешімінде уәде беріп кеткен. Алайда бүгінге дейін ол мәселе шешілмей отыр. Бұл манағы мектеп директорлері мен есепшілерінің мойнында манағы мемлекеттік сатып алу қызметі ілінген. Осыған мектеп директорлерінің көптеген заңдылықты білмеуінің салдарынан кейбір кемшілікке ұрынып, айыппұл төлеп болмаса жауапкершілікке тартылып жатады. Осы мәселені бірнеше жылдан бері мен тамыз мәслихатында болмаса көптеген басты жиындарда облыс әкіміне, облыстық білім беру басшыларына айтып келе жатырмын. Бірақ бұл мәселе әлі шешімін таппай келе жатыр. Мен де министрге шығуға. Сол сияқты бізде бір кәсіподақ мүшелерін қарап, енді барлығы келіп жатады ғой, күндіз. Біздің есігіміз еш уақытта босамайды. Манағы бір қарапайым кәсіподақ мүшесі, автокөлік жүргізушісі, білім беру облыс орталығында бір білім беру органында мекемесінде жұмыс жасайтын азамат жігітті жұмыстан себепсіз босатып тастайды. 2019 жылы жұмысқа кіреді, 2022 жылы себепсіз жұмысқа қысқартып тастайды. Бұл жігіт 6 ай жұмыссыз жүреді, келіншегі ерте қайтыс болған, 3 баламен қалған. Әділдік іздеп анда барақ, мұнда барақ, бірақ шешімі шықпайды. Бізге келгеннен кейін осы жігіттің жұмысын менің заңгерім Юлия Айбосинова осы мәселесін зерттей келе, біз облыстық азаматтық істер жөніндегі сот алқасының шешіміменен манағы шешімдері күшін жойып, сол білім беру ұжымынан манағы кәсіподақ мүшесіне 589.282 теңге мөлшеріндегі орташа жалақысы, моральдық зиян үшін 100.000 теңге, барлығы 689.282 теңге қаражат бөлдіріп берілді. Бұл сол сияқты енді бір мәселе айтпасқа да болмайды. Өткен жылдың 13 маусым күні облыстық білім беру манағы бір қарасты Атырау қаласы біліміне қарасты даму өнер мектебінің 43 мұғалімі бізге келген болатын. Бұлардың талабы манағы айтып өттім ғой, жоғарыдағыдай сауықтыру қаражаттарының дұрыс төленбегендігі. Бұл мәселе былай. Жыл басында тамыз айындағы 16 сағатпен берілген, 18 сағатпен берілген жүктеме, 16 сағатпен берілген жүктеме, кейін вакансияға тұрған сағаттар 2 айдан кейін оларға тұрақты болып берілуге тиісті. Каникул мезгілдерінде төленуге тиісті. Бұл біздің әлеуметтік әріптес ретінде республикада білім ғылым министрлігімен жасалған, облыста білім беру басқармасымен біздің арамызда келісім бар. Осы келісімнің шарттары дұрыс орындалмағандықтан 30 қараша күні Атырау облысының әкімі Пер Шапкеновтың төрағалығымен өткен әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік еңбек қамтамасыз ету жөніндегі облыстық комиссия отырысында талқыланды. Бұл мәжілісте
ол Атырау облысы мемлекеттік еңбек инспекциясының басқармасының басшысы Игілік Аубекеров баяндама жасап, осы мектептің аталған білім беру ұйымдарының басшылығында заң бұзушылықтың бар екендігін атап өтті. Сөйтіп, осы және олардың білім ұжымына қайтадан төлем, жалғыз дам емес, басқа да облыстағы барлық мектептердің қайта жүктемелерін қайта тарификацияға сияқты қайта есептеп, қажетті қосымша қаржы бөліп, соның берілуін қамтамасыз еткен шешім қабылдады. Бір ғана өнер мектебі, дамбы өнер мектебінен 10 миллион теңге қазір бережақ болып отыр. Ал Атырау қаласында 200-ге тарта мектеп бар. Олардың барлығын есептейтін болсақ, бұл бірнеше есеге өседі деген сөз. Осындай бір фактілеріміз бізде бар. Қылышбай Сүндетұлы, мына сіздің атап өткен бірнеше фактілеріңіздің өзі үлкен жұмыстар атқарғандарыңызды көрсетіп отыр. Көп мәселелер шешімін тапқан екен. Осы мәселені жаңадан тағайындалған облыстық білім беру басшысы бар. Гүлнар Манапқызы Садуақасова дейтін. Қарындасымызға әріптестік ретінде жақында араласып жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Біз осы 25-ші қаңтар күні манағы облыстық білім беру басқармасы мен Атырау облысы ғылым қызметі кәсіподағының арасындағы әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі екі жақтың комиссиясын өткізейін деп отырмыз. Оның Атырау облысы кәсіподақтың орталығының төрағасы, облыстық мәслихаттың депутаты Семғалиев Әлібек Аманжанұлы қолдап отыр. Осы кісінің модераторлығымен үлкен жиналыс өткізіп, осыған манағы жауапты тұлғаларды жинап, дөңгелек үстел басындағы кездесу ұйымдастырайық деп жатырмыз. Жоғарғы Астанадағы салалық кәсіподақтың төрағасы, білім министрінің кісілерді Zoom арқылы қатыстырамыз ба деп отырмыз. Құдай қаласа бұл мәселе шешімін табады деген ойлаймын. Біраз жұмыстар атқарғансыздар ұстаздар қауымын қолдау бойынша. Жаңа сөзіңіз аузыңызда кеше ғана оқу ағарту министрі осы облыстық білім беру басқарма басшыларының өкілдерін жинады. Онда да осындай сіз айтқандай фактілерде кездесті. Ақпараттар бойынша мұғалімдерді сабақ беруден тыс үстеме жұмысқа артық қойғандар да бар, жалақы төлемегендер де жерлерде бар екен. Әрине, өте қуантарлық жағдай, көп нәрсені кәсіподақтың қолдауымен құқығын қорғауда жұмыстар атқарғансыздар. Енді кәсіподақ мүшелерінің денсаулығын жақсарту бойынша қандай жұмыстар атқарылды өткен жылы? Бұл бағытта бізде жасалып жатқан жұмыстарымыз өте баршылық. Бұдан жұмыстарымыз жылдан жылға демалушылардың саны артып келе жатты. Біз солай қарай жұмыстап бағытталып тұрмыз. Жуырда ғана мен іс-сапардан оралдым. Осы бірнеше облыстардың орталығындағы шипажайларға барып, аралап, көзбен көріп, директорлердің аяқта жолығып, бас дәрігермен сөйлесіп, сөйтіп Жамбыл облысындағы Мерке шипажайында болдым. Сарыағашта бірнеше шипажайда болдым. Сол сияқты Сайрамда, Манкентте, Ақсу-Демінде, сосын өзіміздің Атырау қаласындағы шипажайымыз бар, Жаңақорғанда бар, Щучьеде бар, Боровойда бар, сосын Қостанайдағы Сосновобор дейтін, сосын Алматы қаласында Көктем, Қазақстан, Аққайың дейтін тағы да басқа шипажайлармен келісімдеріміз бар. Көтеккілердің жолдамалардың алдын алып та келдім. Оның қаншалық келгенімді айтпай ақ қояйын. Дегенмен де қазір биылғы жылы 1000-ға тарта кәсіподақ білім саласында кәсіподақ мүшелерін демалдырамыз деген жоспарымыз бар. Өткен жылы 871 адам демалды кәсіподақ мүшесі. Олардың ішінде Атырау қаласы бойынша 275, облыстық ұйымдардан 149, Махамбет ауданынан 75, тағысын тағылар жүре береді. Бір жаңалығы, бізде Атырау қалалық салалық кәсіподағы ұйымы, басқа да біздің Исатай, Қызылқоға, Жылой аудандары өздері көп балалы аналары бар, балалары бар. Отбасындағы мұғалімдерге 100% жеңілдікпенен жолдамаларды беруді дәстүрге енгізіп отыр. Тағы бір кәсіподақ қызметінің бұл бағыттағы қызметі біздер мына ауру, қатаң бір кеселге тап болған мұғалімдерге әлеуметтік жағынан қолдау білдіреміз. Облыстық ұйымның есебінен қатерлікке ұшыраған 2 кәсіподақ мүшесіне ота жасату үшін және 2 адамға дәрігер үшін қаржылай көмек бердік. Енді бұл жұмыстарымыз ары қарай жүре береді, жалғасын табады. Құдай қаласа осы жаз айларында біздің білім саласында кәсіподақ мүшелері жақсы демалады деген жоспарымыз бар. Әлгі
жаздығыңды қыста сайла дей ме? Жалпы еңбек әлеуетін арттыру бойынша кәсіподақ мүшелеріне жағдай жасауда сіз жаңа біраз фактілерді де келтірдіңіз. Әлеуметтік әріптестермен, аумақтық кәсіподақтар бірлестігімен бірлескен жұмыстарды. Тағы да қандай шаралар атқардыңыздар? Енді өткен жылы әлеуметтік әріптестік жылы болды. Қосарыңыз бар ма? Бар. Бұл жағында енді биылғы жылды Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы өткен жылды білесіз ғой. Әлеуметтік әріптестік жылы деп жариялады. Осыған байланысты біздер енді әлеуметтік әріптесіміз Атырау облыстық білім беру басқармасы, оған қарасты әдістемелік бөлім басқармасы бар. Сол бөлімдермен тұрақты жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді бірнеше келісімдерде жасалған арадағы келісімдердің орындалуына назар аударып келе жатырмыз. Дегенмен де орындалмай жатқан шараларды мана айтып өттім. Аудандардағы аудандық білім беру басшыларыменен, сондай-ақ басқа да осы тарапта жұмыс жасайтын білім беру саласына қатысты бірнеше мекемелердің басшыларымен тұрақты байланыста отырамыз. Өткен жылдың қараша, желтоқсан айларында іс-сапар бүкіл мен өзімнің аппаратымен аудандарда іс-сапарда болып, барлық бастауыш кәсіподақ ұйымдарын өзіміздің құжаттар бойынша есеп-қисап жөнінде, іс жүргізу жөнінде оқуларды ұйымдастырдық. Сол сияқты президент сайлауының алдындағы сайлауға қатынасты мәселелерді жүргіздік. Осындай кейбір бастауыш кәсіподақ ұйымдарына мектепке аяқтай барып, олардың іс қағаздарын жөндеуде практикалық көмектер бердік. Сол сияқты кейбір білім беру басшыларымен заңдылықтарын сақтау жөнінде де іске араласқан жағдайларымыз бар. Жасыратын жоқ, кейде бізде осы тұста кейбір мектептің басшылары, білім беру басшылары кейде ұнатпай қалады. Как будто бізді бір тексеру келе жатқан адам сияқты деді. Біздің мақсатымыз оларға мана мұғалімдермен, келген жаңа маманмен еңбек шартын қалай жасау керек болады. Оларға іс қағаздар қалай жүргізіледі. Осы жөнінде көмектескіміз келеді. Былай айтқанда қоғамдық бақылау жасағымыз келеді, қаражаттар төлеу жөнінен қалып жатыр. Осындай жөніне көмек бергіміз келеді, бірақ көбіне мектептің әкімшілігі кішкене қорқа соқтап, үркіп былай. Сондай бір нелер бар. Сол жөнсе дегеніміз бар. Мысалға, жаңа бітіріп келген Жылой ауданында 21-ші мектеп берген Гүлдана Ертүгіл дейтін қызымыздың мәселесі 1 жылға дейін созылып бара жатыр. Жаңа келген маманды мектептің әкімшілігі 9 айға қалдырған жұмысқа. Ол дұрыс емес қой еңбегімізді. Көзапара мектептің басшылығы, әкімшілігі сондай жансыздыққа барған. Біз оның бәрін орнына келтірдік. Бұл мәселе әлі де жүріп жатыр. Сол сияқты біздер мына Атырау облысының білім беру басқармасына қатысты манағы әдістемелік орталықпен бірлесіп үздік әдіскер педагогикалық идеялар фестивалы дейтін шараларды бірлесіп өткіздік. Кеше ғана каникулды мектеп директорлері, білім беру басшылары және жетекшілермен үлкен спорттық жарыс өткізген болатын. Сол жарысқа демеушілік көрсеттік. Бастан аяқ сол жарысқа қатынасып жүрді. Қылышбай Сүндетұлы, сіз енді мына шешілмеген мәселелерді де айтып жатырсыз. Жаңа айтып өттіңіз, алдағы уақытта осы қаңтар айының аяғында облыстық білім беру басқармасының өкілдерімен кездесу өткізесіз. Солай ғой. Осы мәселелерді қозғайсыз ғой? Міндетті түрде. Өте жақсы. Енді келесі сұрақ, мына қайырымдылық акциялары бойынша қандай іс-шаралар қолдау көрсетіп келесіздер? Сұрағыңыз өте орынды. Бұл кәсіподақтың қызметіндегі ең басты көрсеткіш болып саналады. Өткен жылы енді білесіз, бар мектепке жол акциясы бар мейірім балаға атты ұранмен өткен болатын. Өткен жылы 117 балаға біз 3,5 миллион көлемінде қаржылай шамасындағы киім-кешектер, мектеп формалары, оқу құралдарын алып беруге жағдай жасадық. Олардың ішінде біздің аудандық Атырау қаласы 40 оқушыға 1,5 миллион теңге көлемінде, 40 балаға 1,5 миллион теңге көлемінде қаражат оқу құралдарын алып. Жылой ауданында 66 оқушыға, Исатай ауданында 20 оқушыға, Қызылқоға, Индер аудандары 20 оқушыларға көмектесті. Барлығы мана айтып отқандай 177 мектептің жасөспіріміне мектеп оқулықтары мен киім-кешектері арылып берілді. 3 миллион 600 мыңның шамасында қаражат бөлінді. Тағы бір мәселе, өткен жыл білесіз ғой, енді апат айтып келмейді дейді. Қостанайда үлкен алапат өрті болды ғой. Соған біздер ақылдаса отырып, өзіміз облыстық қорда білім қаржымыздан 300 мың теңге қаражат аудардық. Қылышбай Сүндетұлы, енді соңғы сұрақ.
биылғы жылға қандай міндеттерді жүзеге асыруды ойлап отырсыздар, жоспарлап отырсыздар? Рахмет. Енді жаңа жыл басталып жатыр ғой, жұмысымызға жаңа серпін болуға тиісті. Алдымызда біз енді жасалып қалған өткен жылғы жұмыстармен тоқтап қалуға тиіс емеспіз. Жұмысымызды одан әріға күрделендіріп жұмыс жасауға тиістіміз. Енді алғашқы мәселе бұл манағы айтып өттім ғой, Қазақстан Республикасының еңбек кодексі білім туралы және педагог мәртебесі туралы заңды кеңінен насихаттауымыз керек. Солардың орындалуын жүзеге асыруды қатты қадағалауымыз керек. Келесіден мына жұмысымыздың барлық жұмысымызды цифрландырамыз деп жатырмыз. Осыған байланысты филиалдың төрағаларын, ірі кәсіподақтың, бастауыш кәсіподағының төрағаларын өткенде оқытып алдық. Үшінші мәселе, бастауыш кәсіподақ ұйымдарындағы немесе филиалдарымыздағы құжаттарды, іс-қағаздарды ретке келтіруіміз керек. Сол сияқты ұйымның бірінші біздің ең басты көрсеткішіміз бұл ұйымның қатарын азайтпауымыз керек. Керісінше облыстық салалық кәсіподақ ұйымның қатарын толықтыру міндеті алдымызда тұр. Енді жазғы демалысты ұйымдастыруды мен айтып өттім ғой. Ол мәселе біздің күнделікті жұмысымыздан қалмайды. Қылышбай Сүндетұлы, уақыт тауып сұхбат берген үшін алғысымызды білдіреміз. Мына қаншама жақсы мәліметтер бердіңіз. Кәсіподақ мүшелері, соның ішінде мұғалімдердің құқығын қорғауда, оларға қолдау көрсетуде көп жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Еңбектеріңіз еселене берсін. Кәсіподақтың бақылауында жүрген осындай жұмыстарыңыз, мұғалімдерді қорғаудағы жұмыстарыңыз арта берсін дейміз. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз.